Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін бір емшіменің үйіне келдім, өзіміздің ауыл жақтан. Бірақ қазірге таныстырмауымды өтінді, себебі белгілі бір жағдайларға байланысты. Көке, өзіңіз аға мынаны айта берсеңіз, барлығын шетінен. Менен қарағанда шөптеріңіз көп қой. Көкемарал деген болады. Неге ем? Негізі көк жөтелге ем дейді да. Көк жөтел дегенге ем болғаннан кейін оған оншама саса жөтелгендер қиын емес. Значит, тұмаудың, өкпенің, тыныс жолдарының барлығына пайдасы жақсы. Даже мына бронхо астманың енді басталып келіп жатқандар, егер қатты өтіп кеткен болса оны жазамайды. Бронхо астманың начинающийлерді осыдан емделуге болады. Енді бұл мынау өңештегі қызыл майда түйір нелер болады. Түйіршікті жұмалақ нелерді, в общем, жара есебінде ғой, соларды жазады. Дененің сыртындағы жаралар болса, соғанда қайнатып, суын жаға беруге болады. Оның екі түрі бар, ащы түрі бар, мен өткенші көрдім, бұл мана қатты ащы, мынау тәтті түрі. Мына ащысы сәл қысқа болады айтпақшы. Мынау алтын тамыр. Алтын тамыр жалпы 80 түрлі ауруға емдейді. Жалпы организмге күш қуат береді, иммунитетті көтереді. Одан кейін 80 түрлі ауру деген сөз, ол үшін адамда әжептәуір күш қуат, жалпы физикалық күш қуат деген бар. Одан женшеннің ағайындары болады. Мынау рауаштың тамыры холестеринге, одан кейін давлениелерге өте жақсы ем болады. Давлениені түсіреді. Ал жантақты көрсетейік. Жантақтың дайындау жолын айтпай қойып, бірақ міне бұлайнан орып аласыздар. Гүлі көрініп тұрған шығар. Кеше мен аптекадан көрсеткен бойынша мынаны ғана берген маған. Гүлдері негізі ем болатын тұқымы. Мыналар тасталанып, бұлар енді керегі жоқ. Осы гүлі ғана қалады енді. Мынау ермана дейді. Ермана бар жерде ер өлмейді деп атады. Жалпы 41 түрлі ауруға ем. Ермана бар жерде ер өлмейді деген сөзі, мынау адамда көбісі қазір бала көтерілмей айтқан жағдайда көп кездесіп жатыр. Мынау артында бала қалмаған, соны айтқан болса керек ата-бабаларымыз. Сол үшін ермана жалпы мына суықтағанға, еркектік күш қуатқа өте жақсы жәрдем тиеді оның. Анау шөттеріміз дағара. Бұл енді дағарабасының ағы, бұны мың жапырақ деп айтады қазақшасы. Орысша тысячельник дейді. Жалпы асқазанның ауруларына өте жақсы ем болады. Одан кейін бір жерде кровотечение дейді ғой, қан кеткен жағдайда, іштен болсын, сыртта бірден кесіп тіліп алған болсын, мынаны демдеп ішетін болсаң, ішкі организмдегі қан кеткендерді сразу тоқтатады. Мына сырттан наружный болатын болса, қайнатпай-ақ, тек өзін сеуіп, бір байлап қойсаңыз, бір күннің ішінде любой қанды тоқтатады. Йод сияқты нәрседен. Мына жақта негізі барлық ауылда бар шөптер, просто қолдануын көбісі білмейді. Мен алдағы уақыттарда бөлісемін. Енді ұрықтап кеткен кезде, ашылмай тұрғанда теріп алады көп адам, ол жерде емдік қасиет онша болмайды. Тур осындай кезде, жартылай ұрықтай бастаған кездерде, гүлі түгел кезінде алынатын болса, оның емдігі болады. Онда кітапта жазылып тұр. Дағарабасының ақ түрі, сары түрі. Енді сары түрі жалпы ішек құрт түсіргенге пайдалы болады. Қазір дизентерия дейді ме, іші өтуі көбейіп жатыр ғой. Сол іші өткен кезде жақсы ем болады. Одан кейін жалпы іштегі балдардың ішек құртын түсіруге сол бұл қосылады енді обязательно. Оған ермана қосылады, оның сборын кейін айта жатармыз. Киоттың ашытысы екен. Балапан шөп дейді. Бессмертник дейді, балапан шөп. Жалпы бауырдағы майларды, бұны енді басында испен жасағанда, бұны демдеп ішіп, орбит шайнап отырдым. Орбиттің азанын кешкетін шайнайсың ғой, мынаны бір-екі ұттасаң, орбитің ерітіп жібереді. Ол деген сөз бауырдағы майларды шегелі тез ерітіп, холестериндерді де ерітіп. Енді испен жасағанда солай істеп көрдім да. Бауырға өте жақсы пайдасы бар. Бессмертник деп бекер айтпаған болу керек. Мынау жаңағы алтын тамырдың адам тамыр деген түрі.
адам тамыр деген мына женщиналар бүйтіп түсіріп қойған жерлер бар ғой, адам аяғы қолдарына ұқсап қалған жерлер. Именно сол женщин адам тамыр деп айтады. Жен деген қытайшада әйел, чен деген тамыр деген сөз. Адам тамыр осы енді. Алтын тамыр бөлек, мына бөлек. Екеуін былай салыстырсақ та негізі екеуі екі түрлі. Бұл таптырмайтын шөп. Алтын тамырда да өзінің теретін немесе жинайтын уақыты болады. Енді мына адам тамыр деген мен көп кездесіп жүрмін, қанша уақыттан бері теріп жүрмін. Мынау екі аяғы болады да, мына жерден екі қолдар шығып тұрады. Кәдімгідей бір жүгіріп бара жатқан адам сияқты болып қалады енді. Сол енді ой жан-жаннан не қылып айтылған ғой. Қара андыз дейді. Қара андыз жалпы мынау жөтелге, одан кейін бұл да сырттағы жаңағы наружный жараларға, экзема, қотыр, даже мынау теміреткеге дейін емдей алады. Одан кейін мынау дивисил деген, орысшасы дивисил ғой, 9 күш деген сөз да. Сол бір емес, екі емес, 9 күш болғаннан кейін бұның да пайдасы өте жақсы. Бұлар енді тау шайындар жаңағы. Шай ішеді, шай қурай деп жүрген басқалар. Астрагал деген жалпы бұрын ата-бабаларымыз өте мықты қолданылған бұл нәрсені. Қазір енді жасырынып кетті. Бұны бір несінде айтады, Сталинді қатты ауырған кезінде қазақ кісі емші осы астрагалмен емдеген екен деп жатады. Бұның да өте пайдасы көп. Жалпы айта кететін болсақ, склерозға, бүйректегі тас, құмдарға, тұздарға дейін, бүйрек болған кейін қуыққа да пайдасы өте көп. Ағамыз негізі біраз бұл емдік шөптерді жинамағанмен бәрінен дәрі дайындайды. Емін көріп жатқандар коронавирус кезінде де қаншама адам емделді. Сол енді біраз дәрілерін танытайық деген ниетпен түсіруге келдім. Кекірі дегенде жалпы оны бүйректің қызметтеріне дәрілерге қосамыз. Емдегенге енді қосып, бір дәрі мықты, екі дәрі одан да мықты деп атады ғой. Сол сияқты екеу-үшеуін қосып, 4-5-еуін қосып, қайсысын қанша қосатындарын бәрін нормасымен қосатын болсаң, ол әлдеқайда жақсы болады. Шашыратқым дәл қазір алып, гүлдеп тұрған кезде өйстіп кептіріп қою керек. Кейін майдалап талқандап, онда беретін жолдар жаңағы енді именно сол қанның холестериніне, сахарға, давлениеге жақсы пайдасы тиеді. Егер дәл қазір күн өткен, мазасы қашқан адамдар болатын болса, осымен шомылатын болса, сразу жақсы қалады. Жерден рет тестіріп атырып. Қызылмия деген өте тәтті, шірім болады, енді өзімізде өседі ғой, Қазақстанның қай жерінде болса да өседі. Бұл нәрсе жалпы тамыр тереңде болады. Тамыр тереңде болады. Бұл жалпы мынау алтын тамырларға қосылатын бірден бір жәрдемші шөп осы. Енді бұл Қытай, Жапон, Индиялар бекерге әкетіп отқан жоқ. Бізден расход жасап, оның өте пайдасы жеткілікті адамға. Асқазандағы изжогаға, асқазан жақсы қорытпайтындарға, давлениесі төмен адамдарға бірінші очередте жәрдем береді. Сосын құрт тамыр көрсетеміз, көрсете қоймыз. Қазір не болып тұр екен? Осысын көрсетесіз бе? Бәке сынып қалған екен. Міне құрт тамыр. Мынау адам тамыр көрдіңіздер ғой? Мынау құрт тамыр. Өте мощный. Өте мықты, женшене мықты. Даже оның женшені мақтап жүр ғой. Құрт тамыр, құрт шөп дейді. Жүрек ауруларға бірден әсер етеді. Жүрегін әрі кетсе 2 күннің 3-ші күні жүрек аурудың бәрінен құтылуға да болады. Мынаны пайдаланған адам инфекцияға и бүйрек ауырғандарға. Одан кейін бұны шетелде жаңағы
сила императорлар дегенге осыны қосатын болған да бұны. Бүйрекпен Бұны Қытайдан келген емшілер бекерден бекер іздеп жүрген жоқ қой. Ана шөпті мынаны тере берейік десем жоқ, маған керегі осы деп. Осындай құп тамыр деген. Бұны іздегенмен почти төбе жағын танымайтын болғаннан кейін сонда да көрсетіп жатырмын. барған кезде Иә, бұл енді негізі құрт болады дейді. Жаңағы қардан құрты қар еріген екен жердің астына кіріп кетіп, одан осындай тамыр болады. Сол алдағы уақытта бұдан жасалатын дәрілер бар, қаншама жаңағы сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp-қа жазыңыздар. 877-257-1419 қандай дәрі дайындау керек, қанша болады, болмаса тағым не нәрселерге керек, соны айтсаңыздар, емдік дәрі жасап береміз Құдай қаласа. Сол басқа видеоларды келесі видеолардан көре аласыздар. Жаңағы осы видеоны таныстарыңызға, группаларға тарқатыңыздар. Жаңағы ем таппай жүргендерге ем болсын, көкемарал болсын, басқасы болсын, адам тамыр, мынандай бесмертник. Жаңағы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы.